Армысыздар, құрметті көрермен. Біз бүгінгі хабарымызда қазақ бейнелеу өнерінің теңдессіз туындылары жиналған Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасы ұлттық өнер музейінен бастаймыз. Ұлы даланың бедері мен белгісін, өрнегі мен үнін бізге жеткізген шеберлердің бірегейі Дәркембай Шоқпарұлы. Ол тек зергер, ұстаз ғана емес, қаншама дәуірдің аманатын арқалаған өнер иесі. Музей қорындағы шебердің әрбір туындысы өткен мен бүгінді жалғап жатқан алтын көпір секілді. Дәркембай Шоқпарұлы қазақтың дәстүрлі қол өнерін қайта тірілтіп, оған жаңа тыныс сыйлаған шебер. Оның әрбір туындысы ұлт рухының бедері, бабалардың аманаты ретінде көзіңе оттай басылады. Бүгінде шебердің бірқатар бірегей еңбектері Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейі қорында сақтаулы. Бұл бұйымдар тек экспонат емес, олар ұлттық жадымыздың ажырамас бөлшегі. Шебердің қолынан шыққан туындыларға көз салғанда ағаш жай материал емес, оның түрлі кескін мен кейіп түзе алатын жанды дүниеге айналғанын көреміз. Қолдан қашалған әрбір ою тарихтың таңбасы, әрбір айшық ұлы даланың бедері. Шебер қазақтың көне тұрмыстық бұйымдарын, музыкалық аспаптарын, әшекейлі сандықтар мен кебежелерін жаңғырта отырып, оларды тек тұрмыстық зат емес, даланың сыры тұнған рухани мұра дәрежесіне көтерді. Оның ұлттық нақыштары, қайталанбас туындылары шабыт пен шеберліктің тоғысуынан туған жәдігерлер. Өзінің музейін, жалпы қазақтың қол өнерін бізге аманат етіп қалдырды деп айтсақ болады. Қазір енді өздеріңіз көріп отырсыздар, жалпы халық игілігін көріп отқан үлкен осы Қазақстандағы бір үлкен қол өнер мұражайларының бірі деп айтсақ болады. Мұражай құжаттарында алты алашқа өлмес мұра қалдырған Дәркембай Шоқпарұлының 1946 жылы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Ақши ауылында атақты ұста шебердің отбасында дүниеге келгені баяндалады. Ол жастайынан ұсталық өнерге әуес болып өседі. Әкесі Шоқпар, оның тете інісі Алданберді, әкесінің кенже інісі Ахмет Жетісу өңіріне аты шыққан ағайынды зергер ұсталар болатын. Олардың әкелері Ерғожа мен арғы аталары да осы кәсіппен айналысқан. Дәркембай бала кезінен әкесі Шоқпардың қасында қол өнердің қыр-сырына қанығып өседі. Өкінішке орай 13 жасында әкесінен айырылған бала ағасы Ахметтің қамқорлығында ері жетеді. Сөйтіп, ол ұстаханада ағасына көмектесіп жүріп, әкесінен мұра болып қалған көрік пен төс, балғасы мен ата кәсіпті жалғастырады. Кейін орта мектепті бітіріп, Алматыдағы Гоголь атындағы көркемсурет училищесінің кітап безендіруші мамандығына оқуға қабылданады. Қалай десек те, қолөнердің негізі сурет. Дәркембай өзінің негізгі мамандығымен қол өнерді қатар алып жүрді. Кейде ауыл-ауылды аралап, тері, ағаш, металл өңдеудің көне тәсілдерін қойын дәптеріне түсіріп, қазақтың қол өнер бұйымдарының қайталанбас үлгілерін жинауды қолға алады. Дәркембай Шоқпарұлы қазақтың дәстүрлі ғылыми қол өнерін ғылыми тұрғыдан зерттеп, іс жүзінде жаңғыртқан этнограф, ғалым. Оның шығармашылығы тек қолданбалы өнер саласымен шектелмейді. Ол ұлттық мәдениет, руханият және дүниетаным мәселелерімен тығыз байланысты. Жеті аталарынан бері ұсталық үзілмей келе жатқан белгілі шебер, суретші, ұста Дәркембай Шоқпарұлының басқаруымен тері илеу технологиясының көне жаңағы әдістерін қайта жаңғыртып, жаңартып, өткөрмелеу, жаңағы таптау, осы торсық сабаты көбіде бүгінде осының бәрін осы Дәркембай Шоқпарұлының басшылығымен, бастамасымен қайта жаңарып, қайта жаңғырды. Дәркембай Шоқпарұлының шеберлік философиясының мазмұнын, оның мәдени танымдық негіздерін, ұлттық сана қалыптастырудағы рөлін ғылыми тұрғыдан саралап зерттеудің өзі оңай емес. Өйткені ол шеберлікті атадан балаға жалғасатын рухани аманат ретінде қабылдаған тұлға.
Оның көзқарасында қолөнер тек материалдық өндіріс емес, тарихи жадының сақтаушысы. Әрбір ағаш бұйым, киіз үйдің сүйегі, қару-жарақтар немесе зергерлік әшекейлер белгілі бір дәуірдің эстетикалық талғамы мен дүние танымының көрінісі. Яғни қолөнермен айналысатын шебер дәстүрді қайталаушы емес, оны заманауи ортада қайта тірілтуші. Қолөнері адам баласы дүниеге келген кезден бастап шыға бастаған. Өйткені біз тарихқа қарасақ, болмаса тарихи оқиғалар болған жерлерді зерттей келсек, сол жерлердегі адам зат қоғамы, адам қауымы ең алғаш өмір сүре бастаған мекендердің өзінде сол өздері тұрып жатқан үңгірлердің қабырғасына, жартастарға қарапайым да өте тұрпайы құралдармен адам баласы сонау бағзы замандардың өзінде өзінің ойын, табиғатқа деген жаңағы құштарлығын сол тастарға салып бейнелеп отырған. Дәркембай Шоқпарұлының еңбектерінде табиғи материалдың, металдың, терінің, тастың, сүйектің болмысын тану ерекше мәнге ие. Мысалы, бір ғана ағаштың түрін, жасын, мінезін ажырату, оның табиғи құрылымын бұзбай өңдеу кәсіби шеберліктің шыңы десек болады. Және ол шебердің көркемдік әлемінің шынайы көрінісі. Мұндай ұстаным ұлттық дүние таным тұрғысынан табиғатпен үйлесім қағидасымен үндеседі. Табиғатты бағындыру емес, онымен үндесуден Дәркембай Шоқпарұлының шеберлік философиясының түпкі мәнін ұғынамыз. Жалпы менің әкем Дәркембай Шоқпарұлы табиғи материалдармен жұмыс істегенді өте қатты ұнататын. Оның ішінде әрине табиғи материалдарға жататын ағаш, металл, тас, тері, сүйек, мүйіз сияқты материалдар ғой көбінесе. Әрдайым жұмыс істеген кезде ол кісі енді осы материалдарды халық шеберлері де көп пайдаланған ерте кезде. Мысалы енді ерте кездегі шеберлерде үй жиһаздарын жасаған, ертұрман, зергерлік бұйымдар, қару-жарақ сияқты нәрселердің бәріне осы материалдар пайдаланатын болған. Әр материалдардың енді өзінің ерекшеліктері болады. Мысалы ағашпен жұмыс істеген кезде оның кесіп алғаннан бастап кептіруі бар, оны жаңағы тазалауы бар, ысқылауы бар деген сияқты оны күйдіреді. Кейбір ағаштардың мысалы оның тұтынуына байланысты. Сондай халқи әдістерді пайдаланғанды өте ұнататын. Осы ағашты, алма ағашын кептіріп қойып қойған. Содан кейін ол 7 жылдай кебеді. 7 енді жалпы қазақ қоғамында өте қасиетті сан деп санайды ғой қазақ халқы. Сол кезде менің де жасым 7-ге келген болу керек. Менің атым, баласының атын Дәулет деп қойды ғой менің атымда. Сол кезде осы балам болашақта менің жолымды осының болмаса бір музыкант болсын деген ниет болды ма екен, болмаса бір қазақтың жаңағы сазды әуендерін жақсы көрсін деген ниет пе екен. Енді жалпы кез келген ата-ана, әке өзінің баласына тек қана жақсылық ойлайды ғой біздің халқымызда. Сондай ниетпен осы домбыраны жасап шыққан екен. Дәркембай Шоқпарұлы бұйым жасауда нағыз рухани процесс деп қабылдады. Ұста өз туындысын жасағанда жанын салады. Сондықтан біз әрбір заттан шебердің ішкі әлемін көреміз. Эстетикалық тұрғыдан бұл көзқарас өнердің тек форма емес, мазмұн екенін көрсетеді. Дәркембай Шоқпарұлының ою өрнегіндегі символика, киіз үйдегі мінсіз үйлесімділік әлемнің тұтастығын бейнелейтін өмірдің қайталанбас үлгісі болып табылады. Ол кісінің басты аманаты бізге де мысалы енді мен баласы болдым, әрі шәкірті болдым. Күнделікті дастархан басында, күнделікті өмірде ылғи айтып отыратын енді бізге үгіт насихат ретінде, тәрбие ретінде осы қолөнерді қалайда жалғастырыңдар, шәкірттер дайындаңдар, осы қолөнермен айналысыңдар деп. Соны үнемі дастархан басында мен бірінші сыныпта оқығаннан бастап осы сөзді құлағыма құйып өстім десем болады. Бала кезден осы әкемнің жанында жүргендіктен, осы күнделікті осындай бұйымдарды жасап жүрген әкемді көргендіктен
маған да осы мамандық өте бір қызық және де әкенің аманаты ретінде болды да. Дәркембай Шоқпарұлы өнерге келген сәтінен бастап ғылыми танымдық зерттеу жұмыстарымен айналысқан. Осы бағытта 200-ден астам зерттеу мақаласы жарық көрген. Сонымен қатар ол өрім өру, домбыра жасау, бесікке бөлеу, қазақтың қолданбалы өнері, қазақтың қол өнері сынды 30-ға жуық кітап пен оқулықтардың авторы. Ақын ретінде танылған Ай алқасы атты өлеңдер жинағы тағы бар. Бір ғана қазақтың қол өнері атты еңбегіне назар аударсақ, кітап ою-өрнек, тері өңдеу, ағаш, металл өңдеу, ер-тұрман жасау, қару-жарақ, саз аспаптарын, жиһаз жасау сынды негізгі 8 бөлімнен тұрады. Осы кітапта ол аталған қолөнер түрлерін жіктеп, талдап, түсіндіріп береді. Әрбір бөлімнен талай танымдық, тың дүние табасыз. Мәселен, ағаш өңдеу бөлімі әсерлі де қызықты. Дәркембай Шоқпарұлы өзінің ғылыми зерттеу еңбегінде ағаштардың ішіндегі ең шешені, сөйлегіші қарағай дейді. Шеберлер қарағайдың тербелу арқылы дыбыс шығару қабілетінің жоғары болатындығын жақсы білген. Ал Дәркембай Шоқпарұлы тұт ағашы, үйеңкі, емен, қайың, терек, тал, жеміс ағаштарын толығымен зерттеп, қандай ағаштан, қандай музыкалық аспап жасауға болатынын түсіндіреді. Бұл сан қырлы, ғұлама ғалым, қолөнер шебері, ұста Дәркембай Шоқпарұлының бір қыры ғана. Көнегөз қариялар, көнегөз шеберлер дейміз ғой. Солармен сұхбаттасып, мысалы, қай жерде қандай шебер бар деп халықтан естиді ғой. Мысалы, Атырауда бар, Ақтауда бар дейді. Басқа да Қазақстанның түкпір-түкпірінде болса, соған барып, менің әкем өзі сұхбаттасып, сол шеберлермен. Жаңа ол кезде енді қазіргідей цифровизацияның дамыған заман емес, жаңа қойын дәптеріне жазып алып, мысалы, қылыш қалай жасалады, найза қалай жасалады, басқа да қазақтың бес қаруынан бөлек қару түрлері өте көп қой. Дәркембай Шоқпарұлы қару-жарақтарды жай ғана соғыс құралы емес, өткен өркениеттердің үнсіз шежіресі деп таныды. Ол көне қылыштар мен сауыт саймандардың өрнегінен сақ, ғұн және түрік қағанаты дәуірлерінің рухани әлемін, талғамын, дүниетанымын көре білді. Қару бетіндегі ою-өрнек, аң стиліндегі бейнелер, темір мен күмістің үйлесімі, мұның бәрі көшпелі халықтардың тек жауынгер ғана емес, биік мәдениет иесі болғандығын, ұлы өркениеттен қалған өнер екенін жеткізуге тырысты. Дәркембай ұста өзінің шәкірттеріне: «Балам, темірді ұрма, онымен сөйлес. Егер жүрегіңмен өңілсең, темір де сөйлейді. Балғаңды асықпай серме, темірде де жан бар, дем бар» дейтін. Ол шәкірттерімен батырлардың сауыт саймандарын қайта жасау арқылы ұмыт болған әскери қолөнерді тірілтті. Бұл тек зат жасау емес, ұлттық жадына жаңғырту еді. Шебер Болат қалқан мен қылыштан, әрбір белдіктен көшпенді өркениеттің болмысын таныды. Қолөнер ғасырлар бойы дамып, қалыптасып келе жатқан халық шығармашылығының сарқылмас қайнар көзі, халық мәдениетінің айнасы. Ол талай ғасырлар кезеңінен өтіп, түрленіп, жаңарып келіп, атадан балаға мұра ретінде бізге жеткен дәстүрлі де қастерлі өнер. Дәркембай Шоқпарұлы. Бұл қаламмен де, балғамен де, ұсталықпен, зергерлікпен, ақындықпен, бүкілін сөз маржанын тізген. Менің ана бір жазғандарым бар, ол кісі туралы мен Дәркембайдың дегендері деген бір әңгімесін табандысына тауып айтатын тапқырлығы, қазақ қалжыңы. Сонан кейін ол кісінің сол шаппа-шабағы суырып салып ақындар секілді суырып салып айтатын мақалы мәтелі, ауыздар болса сөз самал, мысалы үшін болмайтын болса халық қарақшы, қан сарапшы. Осындай бір керемет жаңағы өлеңдер айтып отырса мұнда өте көп. Мені бұл кісінің тіл саласына да, қолөнер саласына да сіңірген еңбегі ұшаң теңіз. Сондықтан да бұл кісіні біз қолөнердің атасы деп айтатынымыз сол. Балғам менен қаламым қосқан атым, өлең өнер бәйгеге қосқан атым. Мен үшін ол екеуі болмай қалса, секілді мына дүние бос қалатын дейді 8 қырлы бір сырлы Дәркембай Шоқпарұлы. Шебер төс пен көріктің ортасында балғасын алып, шеберханасында бұйымдарын жасап жүрсе де болар еді.
бірақ ол жастарға ұлттық бұйымдарды жасаудың технологиясын үйрететін өз мектебін қалыптастырып, шәкірттер тәрбиелегісі келді. Өнер ұлттық құндылықтың ең бір керемет шырқау шыңы бұл. Соны сақтау үшін ұрпақтарға жеткізу үшін керек дейтін. Содан кейін ол кісінің мынандай керемет өнерге деген өлермен өзінің бір махаббаты. Мысалы үшін сізді мен шәкіртіп қабылдап алдым ба, сізге мен шарт қоямын. Еліңе барасың өзің. Барғанда өзің сияқты 10 шәкіртке үйретесің осыны дейтін. Міне өнер үшін, өнерге деген адалдық. Соны енді бұл кісі маған үйреткеннен кейін енді ұстаз болады ғой. Ұстаз болғаннан кейін сол көп дүниелерді маған көрсетіп, бұл кісінің бір жақсы қасиеті барлық таңдамайтын, мына табиғи материалдың бәрімен жасай беретін. Тас болсын, сүйек болсын, металл болсын, ағаш болсын. Сонда жаңағы зергерлік жұмыстар жасап жүрдім. Күндердің бір күнінде енді кейде жұмыс болмай қалады, кейде жұмыс көп болып кетеді. Жұмыстан бос кезімде мен жаңағы кішкене ағаш жұмыстарымен айналысам. Онда жаңағы қасық жону, ожаулар жону, сол сияқты бір ұсақ түйек жұмыстар жасап жүрдім. Енді жаңа айттым ғой, бұл кісі таңдамайтын. Содан кейін қолын алған дүниесін тез арада бітіруге тырысатын да, солай жасайтын да. Мысалы ағаш бұйымды жонатын болса, қазіргідей мынандай көп аспаптар да жоқ, бәрі қолмен істелетін ғой. Жаңағы соның бәрін өзі көрсетіп, соның бәрін бізге үйрететін. Қазақтың дәстүрлі қолданбалы өнерін көркемдіктің шыңына көтерген ұлы ұстаз Дәркембай Шоқпарұлы жайлы сөз болғанда музей қорының маңызы және архив материалдарының құндылығына ерекше назар аударамыз. Ол өнерді жаңғырту арқылы музей ісінің дамуына ықпал етті. Оның шеберханасында тәрбиеленген шәкірттер кейін музей және мәдени мекемелермен тығыз байланыста жұмыс істеді. Мына біздің қазақ қолөнерінің кішкене жоғалуға жақындап қалған кезде болады. Ұлттық дәстүріміздегі мына бұйымдар, олардың жаңағы аттарын ұмыта бастадық біз. Сол кездерде барып, осындай бір серпіліс пайда болды да, осы Дәркембай ағаның арқасында көп жұмыстар жасалып, көп зерттеулер болды. Осы жаңа жасаған жұмыстарды міндетті түрде жазып отыратын. Оны жасалу жаңағы қиындығы мен жеңілдігі, содан кейін материалдың қаттылығы мен жұмсақтығы, оған қандай тәсілдер қолданып, қандай амалдармен оларды жасау керек. Оның бәрі бірден жасалып жататын, бірден жаңағындай жазылып газет журналдарда ол басылып жататын. Дәркембай Шоқпарұлы көне музыкалық аспаптардың жасалу технологиясын жетік меңгерген шебер болатын. Ол тарихи үлгідегі домбыра, қобыз, сыбызғы сынды аспаптарды зерттеді. Музей қорындағы кейбір көне аспаптарды қалпына келтіруге атсалысты. Дәстүрлі технология негізінде аспаптардың көшірмелерін жасап, ғылыми айналымға енгізді. Ол саз аспабы жасалатын материалдар, олардың пішіні, дыбыстық ерекшелігі турасында ғылыми тұжырымдар жасады. Дәркембай Шоқпарұлының еңбегінің арқасында көне аспаптардың дәстүрлі үлгілері сақталды. Музей қорындағы жәдігерлердің ғылыми құндылығы артты. Ұлттық музыка мәдениетін жаңғырту үдерісі күшейді. Ол музыкалық аспаптар музейінің ғылыми негізін нығайтуға орасан зор үлес қосты. Ұлттық салт дәстүрді, этнография тарихын жетік білген, терең зерттеген Дәркембай Шоқпарұлы 1980 жылдардан бастап музыкалық фольклор саласына, аспаптану ғылымының дамуына, ұлттық киімдер және қолөнер саласының өзге де түрін қалпына келтіруге өлшеусіз еңбек сіңірді. Мысалы, 1981 жылы Ықылас атындағы саз аспаптар музейінің құрылу кезеңінде Дәркембай Шоқпарұлы өз шәкірттерімен бірге 100-ден астам саз аспабын жасап, музейдің ашылуына тікелей ықпал етті. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының мерейтойына орай Ақтұмар мұражайын ашуға жәрдемдесті. Осы мұражайға Дәркембай Шоқпарұлының «Әйел әлемі» атты этнографиялық композициясы қойылды. Бүгінгі таңда бұл музей Қазақстандағы әйелдер тарихына арналған тұңғыш музейге айналды. Серік Әбікенұлы өзінің
қызметкерлеріне тапсырма берген екен. Осы музейді ашу керек, қайтсек деп мен барып көріп қайттым, осылай деп тапсырма берген. Содан Құдай қалап 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңағы облыс әкімінің қаулысы шықты, музей ашылсын деген. Содан бері міне аман-есен осы музей ашылып, енді арасында жөндеу жұмыстары болды, жаңағы 1-2 жыл. Күрделі жөндеу жұмыстары болды, абаттандыру жұмыстары болды, сондай жұмыстар жүргізіліп болғаннан кейін 2010 жылы 22 шілдеде жаңағы облыс әкімі Серік Әбікенұлы келіп, өзі лентасын қиып, осы музейді ашты. Содан бері музейіміз халыққа қызмет жасап жатыр. Дәркембай Шоқпарұлының туындылары сақталған бұл музей ұлттық өнердің жүрек соғысын сездіретін киелі орын. Мұнда әрбір зергерлік бұйымнан қазақ халқының тарихы мен рухы аңқып тұр. Күмістің сыңғыры, оюдың өрнегі, нәзік нақыштары, бәрі де шебердің терең талғабы мен шексіз махаббатын паш етеді. Ұста Дәркембай Шоқпарұлы атындағы мұражай Алматы облысының Ақши ауылында орналасқан. Көлемі 365 шаршы метрді құрайтын көне ғимарат 1962 жылы салынған. Қазіргі күні бұл мұражайда 2400 экспонат бар. Мекемеде 5 адамнан құралған шығармашылық топ жұмыс істейді. Мұражайдың экспозициялық зал көлемі 210 шаршы метр. Мұнда Дәркембай Шоқпарұлының шығармашылық өмірі мен қызметіне ерекше көңіл бөлінген. Ол жігітке жетпіс өнерде аз, үй жиһаздары мен ыдыс-аяқ, халық саз аспаптары және зергерлік бұйымдар, саятшылық, аңшылық, ер-тұрман, қару-жарақ, құрал-саймандар. Дәркембай Шоқпарұлының үй жиһаздары атты бірнеше көрме залынан тұрады. Бұл музей осы өңірдегі қазақтың дәстүрлі қол өнерін насихаттайтын мәдени орталықтардың бірі. Музейдің бір ерекшелігі мұнда Дәркембай Шоқпарұлының өз қолымен жасаған түпнұсқа бұйымдары қойылған. Музейде қазақтың көне әшекейлері мен тұрмыстық заттарының үлгілері сақталған. Ұлттық киімдер мен сан түрлі қолөнер бұйымдарының қайталанбас үлгілерін осы жерден көруге болады. Музейде жас шеберлерге арналған шеберлік сабақтары ұйымдастырылады. Музейдің басты мақсаты қазақ халқының дәстүрлі өнерін сақтау, дамыту және келешек ұрпаққа жеткізу. Енді жылына жоқ дегенде 3-4 мемлекетке барып, осы қазақтың қолөнерін насихаттап қайтамыз. Оның ішінде тек қана осы ескі бұйымдар емес, қазіргі заманғы шеберлердің жасап жатқан бұйымдарын апарып та көрсетеміз. Енді ұрпақтар сабақтастығы деген болады ғой. Мысалы, бұрынғы кезде торсықты осылай жасады деп көрсетсек, қазіргі заманда осылай шеберлер жасайды деген ниетпен барып тұрамыз шетелдерге. Дәркембай Шоқпарұлы қазақтың дәстүрлі қол өнерін жаңғыртып, шәкірт тәрбиелеуде үлкен жетістікке жеткен шебер. Оның ұстаздық қызметінің өзін бірнеше қырынан талдап көруге болады. Ол ұлттық қолөнер мектебін қалыптастырды. Дәркембай Шоқпарұлы қазақтың көне ұсталық, зергерлік, ағаш және сүйек өңдеу өнерін терең зерттеп, оны шәкірттеріне жүйелі түрде үйретті. Ол шеберлікті тек кәсіп емес, рухани мұра деп қабылдады. Ұмыт қалған технологияларды қайта тірілтті. Көшпенділер дәуірінен келе жатқан қару-жарақ, сауыт-сайман, ат әбзелдері, зергерлік бұйымдар жасау тәсілдерін жаңғыртып, кәсіби шеберлердің бірнеше буынын қалыптастырды. Олар бүгінде ұлттық өнерді жалғастырушылар. Дәркембай Шоқпарұлының шәкірт тәрбиелеудегі өлшеусіз үлесі ұлттық қол өнердің үзілмей жалғасуына, дәстүрлі шеберлік мектебінің сақталуына ықпал етті. Ол кісі мүсінді мысалы мемлекеттік тапсырыс деген болады, содан соң жай шығармашылық жұмыста мүсіндер жасайтын ол кісі. Көбінесе шығармашылық жұмыстағы мүсіндер ол кісілердің металдан, ағаштан, содан соң тастан қашып жасайтын ол кісі. Сондай материалдарын жасайтын болса, ол енді мемлекеттік тапсырыста ол міндетті түрде қола деген материал болады, содан құйылып жасайды. Ол көбінесе енді себебі ол деген көп уақытқа көпшіліктің көруіне арналған мүсін жұмыстары болғандықтан, ол тек қана қолдан, мыстан ғана құйылып жасалатын болған. Дәркембай Шоқпарұлы үшін қол өнер мен тіл, егіз ұғым, шебердің еңбегі арқылы көнерген, ұмыт бола бастаған көптеген атаулар қайта тірілді. Зергерлік, ұсталық, ағаш және тері өңдеу өнеріне қатысты сан алуан терминдер күміс күптеу, зерлеу, сірке қондыру, қынап қаптау,
қалып соғу секілді сөздер оның еңбектері арқылы халық санасына қайта оралды. Мысалы, қош, сүмсуір, пышқы, қажары, аба сөздері кейінгі ұрпаққа беймәлім болғанымен, Дәркембай Шоқпарұлының дәрістерінде бұл сөздерді шәкірттері жиі қолданатын. Мысалы, шебердің айналымға енгізген кейбір сөздеріне мән беріп көрейікші. Желек, фата, жарғақ, замыш, бедер, рельеф, ұнжелім, клейстер, сызбар, циркуль, мыскер, медник, қандауыр, скальпель, іскек, пинцет, майғалақ, мастерок және тағы басқалары. Шебер өзінің шығармашылығымен қазақ тілінің бейнелілігін, нақтылығын, терминологиялық байлығын арттырды. Ол қол өнерді зерттеуде қазақ тілінің тереңдігін көрсетті. Бір ғана әшекейдің атауында қаншама мән мен мәдениет жатқанын дәлелдеді. Дәркембай Шоқпарұлы қазақ қолөнерінің алтын діңгегі, алып тірегі. Оның өмір баяны тек бір адамның өмір жолы емес, бұл ұлт рухының бабалар аманатына адалдықтың көркем шежіресі. Ғажайып ұстаздың үлгісі мен ұлағаты уақытпен бірге жаңғырып, ұрпақтар жадында мәңгі орныға бермек. Ал Дәркембай Шоқпарұлының есімі ешқашан ұмытылмақ емес.